Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Уже қайырлы кеш болып қалды ма? Не болса да әйтеуір амандасып қояйын дедім. Сіздерге көп болды мен өзім дәл осылай разговорный стористарға шықпағалы, лайв сториске шықпағалы. Енді біз Бишкектеміз, пока что. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен жазылып келе жатырмын. Бүгін кішкене қалаға шығып бір жұмыстарды бітіріп жатырмыз. Қасымда әрине жаным бар, жонушкам. Екеуміз біраз шаруаларды бітіріп, біраз темаларды ақылдасып келе жатырмыз. Ал сіздермен қазір тағы да бір керемет жағдаймен бөлсем, керемет темамен бөлсем, ол сіздер үшін өте қуантарлық жағдай. Сол үшін стористердің барлығын қарап отырыңыздар. Жерлер лық-лық етіп дөңгелек тиген сайын көтімді бүйтіп көтеріп жатырмын. Құлағын ұстап бүйтіп көтеріп жатырмын. Алыстаған аңдап отырасың бүйтіп, жерде қайда яма бар. Сіздерге жетіп қалған кезде бүйтіп көтересің ішіңде. Әйтпесе болмайды. Тыз етіп ауырып отыр. Шофер кішкене опасныйлар дейді екен. Ойбай, я этот максимально стараюсь. Ой, жоным. Қалмасын. Не қалайым, жолы ұзышылайым. Болған жолы ұзышыл. Жолдың бәріне ремонт жасайтындай. Дәрежеге жетелік өзі. Дәрежеге жетейлі. Қырғызстан жолын жазып сағалчық өзі. Өрісі. Қазақстанды ойып ба? Қырғызстан жазалайчы. Ужас. Опай. Да, бақымдап осындай пряник жеп жатырмын. Менің сүйікті пряникім еді кішкентай кезімде. Бірақ көп жеуге болмайды. Аз-аздан жеп бастап. Азып кеттік. Ау жан, не істеп алған ғой? Балық хочу. Балық хочешь? Шындай, Қандай балық хочешь?